Шегіртке мен құмырсқа ертегісі. Баяғыда шегіртке мен құмырсқа болыпты. Жазда шегіртке өлең айтты, биледі, қыдырды және ұйықтады. Ал құмырсқа жұмыс істеді, тамақ жинады. Күз түсті. Сосын қыс келді. Қар борап жауды. Шегіртке тоңды, тамақ жоқ. Ол құмырсқаға келді. Құмырсқа, маған тамақ берші, үйге кіргізші, деді шегіртке. Сен неге жазда жұмыс істемедің? Уақыт болмады. Уақыт болмады? Не істедің сонда? Өлең айттым, қыдырдым, биледім, ұйықтадым. Солай уақытым өтті. Солай ма? Енді қазір билеп көр, деді құмырсқа. Осылай шегіртке кете беріпті.